6 хадис. Бала тәрбиесіндегі басты негіздер. Хазіреті Алиден, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай дейді: балаларыңызды мына 3 көркем мінезге тәрбиелеңіздер. Пайғамбар мен оның туған туысқандарына деген сүйіспеншілікке және Құран оқуға деген сүйіспеншілікке. Өйткені Құранын жаттап алған кісілер ешқандай көлеңкесі жоқ қиямет күнінде Аллахтың пайғамбарлары мен таңдаулы құлдарының қатарында Аллахтың көлеңкесінде болады. Балаларымыз дүниеге келгенде жақсы тілектер айтылып, бауы берік болсын, Аллах тағала жасын ұзақ қылсын деп бата беріледі. Бала ата-ананың қуанышы әрі Аллахтан берілген өмірдегі ең үлкен нығметтерінің бірі екендігі сөз. Ата-анасының ыстық алақанын, ыстық құшағын аңсап өмірдің тауқыметін тартып, бұрыс жолдың құрбаны болып кеткен жетімдер қаншама. Солардың қатарына ата-анасы балаға дұрыс, жақсы тәрбие бермеген балаларды да кіргізсе болады. Олардың жағдайы тұл жетімдерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Өйткені олар әйтеуір түптің түбінде жағымсыз іске бой алдырады. Сондықтан ата-ана дүниенің соңына түсіп, бала тәрбиесінен қол үзбеуі керек. Оларды әке-шешесі бар жетімдердің қатарына қосып, өз алдына жібермеу қажет. Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, балаларына қамқорлық көрсетіп, жақсылап тәрбиелеңдер деп бұйырған. Тәрбие негіздерінің алғашқысын өзіне деген сүйіспеншіліктен бастаған. Сондықтан мұсылман жанұяның басты міндеті ең алдымен Хазіреті пайғамбарға деген сүйіспеншілікті үйрету. Оған деген сүйіспеншілік оянбаса, өзгелерге сүйіспеншіліктің пайдасы шамалы болмақ. Бұл тұрғыда Хазіреті пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын былай деген: сендерді шексіз ризықтандырған Аллах тағаланы жақсы көріңдер. Мені Аллах тағаланы жақсы көргендерің үшін жақсы көріңдер. Туған туысқандарыңды мені жақсы көргендерің үшін жақсы көріңдер. Ол өзіне және ахлі байтіне, отбасы деген сүйіспеншіліктен кейін балаларды Құран оқуға деген ынта-жігерін арттыру атаған. Міне осы аталғандарды баланың жүрегіне орнықтырып, ондай нәтиже беру үшін ең алдымен анаға көп міндет жүктеледі. Яғни ананың хадиске лайықты болуы шарт. Орай келгенде Аллахтың сүйікті құлының басына мына өнегелі оқиғаны айта кетелік, пайдалы болады деген үміттемін. Аллахтың сүйіспеншілігіне бөленген таныс кісінің қалын сұрап барғанымызда бізге былай деген еді: бала кезімде ата-анам мені мектепке оқысын деп жіберетін. Бір күні анамның аяқ киімінің табанын тазалап жатқанын көрдім де таңырқадым. Ана, не үшін табанын тазалап жатырсыз дедім. Анам: құлыным, сен білім алу үшін мектепке бара жатқаныңда періштелер қанатын сенің табаныңа жаяды. Олардың қанаттары кірленбесін деп жатқаным ғой деді. Хазіреті пайғамбар кімде-кім Құранды оқып, онда айтылған әмірлерді мұқият іске асырса, қиямет күні Аллах тағала оның әке-шешесінің басына тәж кигізеді. Тәждің жарығы сондай күннің жарығынан әлдеқайда жарық. Құранмен амал еткеннің жөні бір бөлек деген. Ей мұсылман ханым, дүниенің өткінші қызығына емес, ақыреттің таусылмас қызығына көңіл бөл. Құранды үйреніп, сондай-ақ онымен амал жасаған балалардың себебімен жұмақ патшасы деген сый-сияпатқа ие болатыныңды ұмытпа. Хазіреті пайғамбардың өз қолымен басыңа кигізген тәжін алып тастама.